Сәлем достар, қайырлы күн, Шашпау каналының көрермендері. Бүгін бізде 5-ші шығарылым. Арнаға әлі де жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басаңыз, және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қатты қажет. Ал ендеше кеттік. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз өте маңызды, сондықтан бері жақындаңыздар және даусын шығарыңыз. Соңғы уақытта қыздардың әлеуметтік желіде зорлық-зомбылыққа тап болған видеолары өте көп тарап жүр. Отбасыдағы зорлық-зомбылық бар, немесе таксистердің шектен шығуы, немесе харасмент тағысын тағылар. Ал осы қылмыстардың әлеуметтік желіге немесе басқа жаққа шықпай, үнсіз жасалып жатқаны қаншама десеңізші. Мәселен, Алматыда мектеп оқушыларына тиіскен педофилдің ісі тек қоғамдық қысымнан кейін ғана қозғалды. Бұған дейін полиция қараудан бас тартқан еді. Алматы қаласы Шаңырақ 2 ауданында ер адам 2 мектеп оқушысына тиіскен. Анасының айтуы бойынша, ер адам көшеде үлкен қызын құшақтап, және де қолынан қысып ұстап жібермей қойған көрінеді. Сол уақытта кенже қызы ата-анасына айтуға кеткен. Отбасы күдіктіні көшеде іздеп жүргенде ол жолда тағы да бір әйелге тиіскен. Оқиға орнына жиналғандар 102-ге хабарласып, полиция шақырған. Кейін аудандық ішкі істер бөліміне барып, арыз жазғанын айтады. Бірақ арыз бойынша іс қараусыз қалды. Ол туралы ұялы телефонға хат келген. Бұл ақпаратта тіл кеспек жоқ либерал басылымы Instagram әлеуметтік желісіне жариялаған. Байқасаңыз, қоғамда болып жатқан зорлық-зомбылықтан қыз-келіншектер зардап шегеді. Оған не себеп? Аталмыш сұрақты аудиторияға қойғанда үнсіз қалады. Ал үнсіз қалу да жауап. Оның факторлары қандай? Оның дәлелденген бірнеше фактор бар. Олардың ішінде білім деңгейінің төменділігі бар, қылмыс жасаушы адамның мүмкін бала кезіндегі алған травмасы себеп болуы мүмкін, әлі де әке мен шеше немесе басқа туыстар арасындағы қарым-қатынастың дұрыс болмауы. Қоғамнан және әлеуметтік желіден алатын теріс ақпараттары және де алкогольді шамадан тыс тұтыну. Немесе психологиялық ауытқу себеп болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық тақырыбына зерттеу жүргізген. Нәтижесінде орталық Азияда алғаш рет жүргізілген зерттеу нәтижелері елдегі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жоғары деңгейін көрсеткен. Бұрын-соңды қарым-қатынаста болған 18-75 жас аралығындағы әйелдердің 17% жақын адамдарымен байланыс кезінде физикалық немесе сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Және 21% психологиялық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Сондай-ақ балалар мен жастарға арналған ұлттық сенім телефоны 150 және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдерге арналған сенім телефоны 14-15. Аталған сенім телефондарынан бөлек мына мекен-жайларға барып көмек ала аласыз. Қыздар, сіздерге Шашпау каналының атынан бірнеше кеңес беріп кетейік. Егерде сіз қалада немесе басқа да жағдайда жолдан попутка тоқтатқан болсаңыз, немесе Яндекс және де индрайвер таксиін шақырған болсаңыз, көлікке отырар алдын көлік нөмірін жаттап алғаныңыз жөн болар. Ал көлікке отырғаннан кейін көлік жүргізушісінің тарапынан бір жаман немесе сізге ауыр тиген басқа да бір себептерді, белгілерді көрген болсаңыз, міндетті түрде тездетіп өзіңіздің мекен-жайыңызды ата-анаңызға, отбасыңызға немесе достарыңызға таратқаныңыз жөн болады. Қыздар, біз әзірше қорғану позициясындамыз, бірақ ол әзірше ғана. Сіздермен болған Бектұрсын Диана, Шашпау каналы. Сау болыңыздар. Достар,
бұл біздің 5-ші шығарылым. Ал сіздер әлі де біздің каналға тіркелмедіңіздер ме? Ондай болса, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария қалдырыңыздар, және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар! Қыздар, біз әзірше қорғану стадиясында. Лайк басыңыздар, және де достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Бэкстейдж примерно 2 минут па 3 минут, короче 7 минут қаласың, 2-3 минут. Достар, бізде так, все. Я. Оларға барып, көмек ала аласыз. Әдемі болып бір қызықсап отыру керек. Осылай тағы сесем болады. Привет дегенде болып осында лейка жасайсың. Жан-жағын қарап. Міне дұрыстайсың, аны істейсің, десің, лай отырасың. Мен тұрып, айналасына барып бірінші. Мұнда орындық жылжыққандай басылайын. Ортаға типа қойып. Шауында, бір минут қашты. Болды ма?